Қайырлы күн, біздің каналымыздың көрермендері. Бүгін біз сіздермен керемет техника, сіздерге керемет техника көрсетеміз. Яғни адамның маңызды мүшелерінің бірі болған жүрекке қатысты. Яғни жүрекке қатысты техниканы көрсетеміз. Бұл техника өте қарапайым, үйде, кез келген жерде жасауға болады. Өте жеңіл техникалардың бірі болып табылады. Енді бұл техникаларды кез келген адам жасай беруіне болады. Бұл техника қан айналымын жақсартады, венозный преднагрузканы түсіреді. Бұл өте керемет техникалар. Кез келген адам жасай беруіне болатын техника. Енді бұл техниканы көрсетпестен алдын сіздермен бір оқиғаны сіздерге айта кетейік. Болған оқиға осы техникаға қатысты. Профессор Пак Джеву деген корейский ғалым кісі болған, профессор. Суджок терапияның негізін салушы. Сол әр елдерді аралап танымал кісі. Өзінің лекцияларын, семинарларын өткізіп жүреді. Сол бір күні осы кісіге бір пациент келеді, бір адам семинарына. Яғни жүрегінде проблемасы бар. Жүрегіне коронарный шунтирование жасалған екен, операция жасалған. Операция дұрыс жасалмаған. Кейін сол жасаған жеріне барып тағы тексеріледі, айтады, повторный қайтадан операция жасауға рискованный, қауіпті. Енді күтесіз, мүмкін бара-бара жақсы болып кетер деген сөз айтады. Яғни қауіпті дейді. Ол кісі енді қиналады, ауырады. Сердечный недостаточность болады, яғни ауа жетпейді, ісінеді, қозғала алмайтындай дәрежеге жетеді. Қиналады, келесі жерге барып тексеріледі. Ол жерде де ештеңе айтпайды, осылай осы сөз айтады. Біз кімге сіз жасаттыңыз, басында дұрыс жасамаған операцияны барып қайтадан соған жасатыңыз дейді. Енді кейбір елдерде, кейбір жерлерде сондай айтады да, сізде өміріңіз аз қалды деген сияқты. Бұл кісіге де айтады, 4 айдай өміріңіз қалды сіз дейді да. Я сондай айтатындай жерлер бар осылай. Кейбір елдерде анық айтады келген адамға, пациентке. Енді бұл кісі сөйтіп қиналып, ауырып жүрген кезде, сол еліне осы профессор Пак Джеву келіп атқан естиді. Ой, сондай мықты дәрігер, супер доктор, сондай келіп атыр деп. Бұл кісі соған барады. Осы кісі жаңағы профессорға келіп, осы техниканы қазір біз көрсететін үйретеді да, Пак Джеву. Өте қарапайым, ешқандай бір артық ештеңенің керек жоқ, сондай техникада кез келген адам жасай алады. Өте оңай, өте жеңіл техника. Осы техниканы жасап, жағдай жақсы болады. Өйткені бұл қан айналымын қалпына келтіреді, венозный преднагрузканы кетіреді. Өте жүректі ашады, грудная клетка дейміз, кеуде қуысын ашады. Жүректің сыртында бізде плевра бар, соны созады, жүректі созады. Бұл өте керемет техника, кез келген адамға жасауға болады. Профилактика ретінде кез келген адамға жасауға болады. Өзіміздің де басымыздан өтті, жасадық. Яғни бұл себеп қой енді, өте керемет техникалардың бірі. Енді бұл кісі уақыт өте келе жақсы болады жағдай. Плановый келесі тексеріске келеді, өзінің операция жасаған жеріне. Келеді, тексеріледі, қараса бәрі нормальный, бәрі жақсы, денсаулығы қалпына келген. Сосын жаңалар сұрайды да, кім сізді рисковать етіп операция жасады дейді. Сіздің жағдайыңыз жақсы дейді. Яғни олар ойлайды, операция повторно жасалған, қайтадан содан жағдай жақсы дейді. Бұл кісі айтады, мен ешқандай да операция жасатқан жоқпын дейді. Міне, сондай бір керемет техника сіздерге көрсетеді. Енді бұл техниканы қалай жасаймыз? Түргеліп тұрамыз, өзімізге ыңғайлы тұрыста. Бір аяққа тұрмаймыз, екі аяққа да күш түсіріп тұрамыз, құламайтындай. Иықтың деңгейінде тұруға болады. Және де сол жақ иығымызды көтереміз артқа қарай. Жаймендеп, асықпаймыз. Артқа қарай құлап қалмаңыздар. Жайлап осылай көтереміз иығымызды. Басымызды да өзімізге комфортный жағдайда ұстап тұрамыз. Сонымен бірге созылып иығымызды. Денемізде ашылып жатқанын сеземіз. Бір өзгерістер болып жатқанын сеземіз.
мойынды артқа қарай да жіберуге болады, былай ыңғайлы болса. Сізге қалай ыңғайлы, солай қарай ұстауыңызға болады. Осылай да ұстауға болады мойынды, басыңызды. Демаламыз, асықпаймыз. Осылай ұстап тұрамыз. Қайтадан орнына қайтып келеміз, бастап қалпымызға. 1 минуттай тұруға болады. Жаңағыдай иығымызды көтеріп, басымызды ұстап. Бұл жерде асықпай өзімізге жаңағыдай еш жеріміз ауырмайтындай, комфортный жағдайда ұстаймыз денемізді. Егер де біз дұрыс жасайтын болсақ, жасап болғаннан кейін жүрегімізде, сол жағымызда бір жеңілдік пайда болады. Жеңіл, сондай бір жақсы сезімде боламыз. Бұл техниканы жасаудағы мақсатымыз кеуде қуысын ашу, жүрекке түсетін нагрузканы азайту, және де перикардтар созылады, жүрек созылады. Перикардтың связкалары бар, соның напряжениесін азайтады. Верхний, нижний полый венаның напряжениесін азайтады. Және венозный возвратты қалпына келтіретін керемет техника. Үйлеріңізде жасасаңыздар болады, бірақ өте жаңағыдай асықпай, жаймендеп жасайсыз. Бұл видеоны сақтап қойыңыз, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл техниканы күніне 2 рет, 3 рет жасауға болады. Жақсы күндерде жолыққанша, Алла тағала ауырып жатқан адамдар болатын болса, ауырып жатқан адамдарға шифасын берсін, сабырлық берсін, жақсы күндерде жолыққанша. Видео пайдалы болған болса, бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, астыға комментария қалдырыңыздар.